қалайсыңдар? В общем, білмеймін, бір жаңа жыл басталғалы үйден шықпай жүрмін. Білмеймін не екенін. Ұйқыдан тұрамын, тамақ ішемін, даже Новый годтың өзінде қыдырған жоқпын. Кәдімгідей жыл бір басқаша басталып жатыр да. Бір жағынан дұрыс па деп ойлап қоямын. Қандай болады, бір айфондарда бір обновление болады, бір iOS. Мен де сөйтіп бір кішкене бір обновиться етіп жатқан сияқтымын ба деп қоямын енді. Бірақ бүгін бір нәрсе істеу керек болып тұр енді. Мынау болмайды, мынау үйде жындауға кететін болдым. Қалай ойлайсыңдар? Бүгін не істесем болады? Достар, сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Соңғы шыққан 2 кавер бар ғой, періштем, осы күзгі қайың, оның бәрінде менің тамағым ауырып тұр. Негізі сөзің ашық. И қазірдің өзінде хрип бар, но уже более-менее. Скоро тамағым полностью жазылады. Сосын кәдімгі өзім дауысымен өлең айтамын. Сол кезде көрсетейін мен сендерге Гуджанның кім екенін деп қоясың. Келіп Ақтөреге келіп амандасып жатыр мысалы. Гуджан, сәлем, қалайсың? Күзгі қайың дейсің ғой. Қыстың күні күзгі қайың деші. Проблема болады. Иә, соны айтамын. Елдің бәрі күзгі қайың болып кетті. Сол кішкене проблема болады күзгі қайың. Ештеңе етпейді. Негізі Гуджан күзгі қайыңнан басқа айтса да хит болады ау деп қоямын, короче. Молодец. Сен кімге келдің бе? Яхметке келдің бе? Кино болғанда, мысалы Гуджан келіп Ақтөреге. Айтпақшы, кешегі эфирде мен бір көріп шықтым. Сөйтіп қарасам, енді кішкене негативім да Балауса ханымға кетіп қалыпты. Сөйтіп бүгін кішігірім андай бір знак примирения дейді ғой. Бір сыйластық ретінде, құрмет ретінде бір гүл сыйладым. Сол үшін Балауса ханым ренжімеңіз, мен сізге тек күлкі сыйлап жүрген адаммын ғой. Тек сол күлкі сыйлайтын адам болып қалғым келеді. Так что Балауса ханымға тиісе бермеңдер. Жақсы.